Бүгін бәріміз жазушыларды бірігуге, ынтымақтыққа шақырып жатырмыз. Осындай шиеленіскен жағдайда басымыз бірге қояр ма екен? Әңгіме дау негізінен жекшілдік туралы болып жатыр. Бірақ әдебиет бәрімізге ортақ емес пе? Әдебиетті тек бір топ жасамайды. Бір-біріміз туралы пікірімізді тек өкпеге тіреп, сол арқылы шешуге тырысамыз. Біз қазір кім не айтты деген әңгіменің төңірегінен шыға алмай жүрміз. Сол бойынша қорытынды шығарамыз. Жаңа бірігу туралы әңгіме болды. Жекшілдік деген қотыр сияқты жұқпалы ауру қашаннан қалмай келеді. Осы одаққа талайымыз бастық болдық, бірақ еш қайсымыз осы ауруды, жекшілдікті құрта алмай келеміз. Бәрің жабылып жүріп президиумды жойдыңдар, бірақ одан не пайда таптыңдар? Жағдай бұрынғыдан да жаман болып кеткен жоқ па? Осының себебі не? Жақында орталық комитеттің қаулысы шықты. Өте маңызды документ. Программа десек те болады. Бізде де, Москвада да осыған арнайы пленумдар өтті. Осы пленумде мұндай маңызды мәселе туралы әңгіме, пікір таласы туды ма? Туған жоқ. Ұсақ жайлар әңгіме болып кетті. Ілияс Есенберлиннің кітабы туралы әртүрлі пікір талас туып жатыр. Бұл әдебиетіміздің бүгінгі мәселелері жөнінде әңгіме қозғауға жақсы себеп еді. Осы тұрғыдан келіп әдебиеттегі қандай құбылысты қолдап, қандай кемшіліктерден арылу керек екенін айтып, қазіргі жағдайға баға беруге болатын еді ғой. Бірақ біз соған бара алмадық. Жұрт оның орнына дау жанжал, сенсация күтіп өреппіп дүрліге жөнелді. Мен мұны саяси мещандық деп атар едім. Одақ бұл талқылауды менің келісімімсіз белгіледі. Одақ арнайы тізім құрып, өз адамдарын ғана жинады. Бұл жабайлық дер едім. Күн бұрын белгіленген 40-50 шақты адам ғана жиналған. Мен бұған қатты ренжідім. Осылай істеуге бола ма? Бұл талқылауды ұйымдастырушы Есенберлиннің өзі. Кітапта кемшілік жоқ емес, бар. Тарихи деректерді пайдаланудың айыбы жоқ. Әлі пісуі жетпеген шала материал нағыз шебер суретшінің қолына тисе, рухани дүниеге айналары даусыз. Кітапта осы жағы жетіспей жатқан сияқты. Біздің қазіргі жастарымызға бір-біріне деген шыдамдылық, жолдастық сезім, достарға деген құрмет жетіспей жатыр. Одақ басшылары өз тобын құрып алған. Егер бұларыңды қоймасаңдар, ырың-жырыңнан арылмайсыңдар. Келесі пленумде Мүсірепов арыз беріп, секретардың міндетінен бас тартады. Мен көп жағдайда секретариаттың ісінен бейхабар қалам. Жақында СССР жазушылар одағының секретариатына қатынастым. Келесі жылы өтетін 5-ші конференцияға дайындық мәселесі қаралды. Мен ештеңе білмеймін, қолымда ешбір материал жоқ. Ұйымдастыру комитетінде тек Әлімжанов қана жүр. Мен комитеттің мүшелігіне қосымша Тәжібаевты, Сүлейменовті, Молдағалиевті енгіздім. Осындай дүниежүзілік оқиға өтейін деп жатқанда, одақ басшылары шыдамдылық, төзімділік көрсете білу керек. Мен Ақтановты да, Нұрпейісовті де мүлдем кінәсіз, таза деп айта алмаймын. Олардың жөнсіз, қисынсыз кететін кездері болады. Бірақ біздің басшылар оларға дәл осындай тәсілмен жауап қайтарғысы келеді. Шыдамдылық, байсалдылық жағы жетіспейді. Бұл сендерге жараспайды. Хамза Есенжанов. Бір нәрсеге көңілім толмайды. Президиумды бекер жойдық па деп ойлаймын. Кезінде бұл ұсынысты қолдаған өзім едім. Осылай істесек, жұмысқа пайдасы тиер деп ойлап едім. Соның бекер болған екен. Секретариаттың құрамын көбейту керек сияқты. Әр жанрды басқаратын қатшылар керек пе деп ойлаймын. Одақтың екінші басшысы беделді, белгілі жазушы болу керек. Есенберлин ондай жазушы емес. Өз кітабын тезірек өткізіп, бастырып жіберуге қабілеті мол. Одақтың қазіргі жағдайы бәрімізде де толғандырып отыр. Жазушылар ұйымына басшылық сапалы, дұрыс жүргізілмей келеді. Есенберлин өзін өзі сыйлыққа ұсынады, ал біз оны неге білмейміз? Осының бәрі үнсіз, жасырын жасалады. Оның соңғы романын мақтай алмаймын. Мен Мүсіреповтің пікіріне қосылам. Арнайы комиссия құрудың қажеті жоқ еді. Талқылауды еркін өткізу керек еді.
Одақтағы бар әңгіме қазір тек 100-ге бөлудің төңірегінде өрбіп жатыр. Әсіресе Есенберлиннің романынан кейін осы ауру асқынып кетті. Біз бұрын 100 дегеннің не екенін білмеуші едік. Қазір жағдай шиеленісіп барады. Менің пікірім, секретариатты кеңейтіп, құрамына ортақ іске жан ашитын, әдебиетті жақсы білетін адамдардан толықтырып, жұмысын жаңаша құрып, жандандыра түсу керек деп ойлаймын. Әнуар, саған да айтарым бар. Сен тым күйгелек боп барасың. Мұндай мінез жақсылыққа апармайды. Ортақ іске зиянын тигізбей қоймайды. Әди Шәріпов. Мен Москвада секретариатта туысқан республикалардың өкілдерімен жиі кездесіп жүрмін. Солардың көбінде социалистік еңбек ері деген жоғары атақтары бар. Бәрінің кеудесінде алтын жұлдыз жарқырайды. Біз солардан кембіз бе? Жақында үлкен жазушымыз Сәбит Мұқановты социалистік еңбек ері атағына ұсындық. Бірақ біздің ойымыз жүзеге аспады. Сәбең атақ ала алмады. Осыған кім кінәлі? Өзіміз кінәліміз. Алдымен Имашев жолдас, сіз кінәлісіз. Осы мәселеде табандылық көрсетіп, бақылауға алмаған, жан ашымаған сіз кінәлісіз. Бұдан бұлай мұндай істе белсенділік көрсетуіңіз керек. Белгілі жазушыларымыз Ғали Орманов, Сапарғали Бегалиндердің мүшел тойларын атап өттік. Осының ешқайсына орталық комитеттің құттықтау хаты түспеді. Мұндай дәстүр бұрын бар еді ғой. Неге іштарлық білдіресіңдер? Енді Қабдыкәрім Ыдырысов туралы айта кетейін. Соны қудаламай-ақ төзуге болатын еді ғой. Сендер оны сыртқа тептіңдер. Бұларың қалай? Ол далада жүрген кісі емес, облыстық партия комитетінің мүшесі. Осылай адам тағдырына жауапсыз қарауға бола ма? Жолдастар, кезінде менің де сыртымнан арыз жазып, соңыма түстіңдер. Осыны қойсаңдарш, қайтесіңдер? Қоятын уақыт болды ғой. Тахауи Ахтанов. Жазушылар одағында жағдай нашарлап кетті. Шиеленіс тереңдеп барады. Әнуар екеуміздің арамызда сөз болды. Екеуміз әңгімелестік. Бір-бірімізді ұғынысып, түсінісеміз бе деп үміттеніп едім. Олай болмады. Мен оған бір жайды ескерте кеттім. Бұрынғы басшылар жұртқа айқайлап, жекумен басқарған жоқ дедім. Не болса соған ұсақ түйектің бәріне ашуланып, күйгелектені беретінің не дедім. Менімен жұмыс істеуге болатын еді ғой. Бірақ олай болмады. Мен секретариаттың мәжілісіне шақырылмайтын болдым. Мен көмегімді аямайтын едім ғой. Одақта әділ саясат жүргізу керек. Бұл басшылардан сабырлықты, білімділікті, тазалықты талап етеді. Ал сізді сыртыңыздан басқа жұрт билейді. Сіз мұндай ұсақтықтан биік болуыңыз керек. Бөтен сөзге ермейтін болыңыз. Тарихи шығармалар жөнінде әңгіме болып жатыр. Бірақ біз тарихи роман жөнінде сөз қозғасақ, әңгімені алдымен Әуезовтен бастамай, Есенберлиннен бастайтынымыз қалай? Бұл дұрыс емес. Тарихи жанрдың негізін жасап, тамаша үлгісін көрсеткен Әуезов емес пе? Біз ұлтшылдық сезімді орынсыз қоздыра бермеуіміз керек. Ілияс Есенберлин. Менің кітабым туралы осында көп әңгіме болды. Орынсыз сандарды айтылып, кінәда тағылып жатыр. Кітап президиумда талқыланған жоқ бет. Сонда қайда қалдыңдар? Менің кітабымнан қайдағы бір құбыжық жасағыларың келеді. Жасырын жасалған тізім туралы да әңгіме болды. Ол қате пікір. Ондай бөлек тізім болған жоқ. Бәріңді де шақырғанбыз. Келмей қалсаңдар, мен айыптымын ба? Қазір Ахтанов екеуміздің кітабымызды қатар қойып сатып көріңдерш. Кімнің кітабы қандай екен сонда көресіңдер. Жаңа Мүсірепов біраз сөз айтты. Өкпесін білдірді. Бірақ Мүсіреповтің басшылыққа өзі келгісі келгенін бәріңде жақсы білесіңдер. Ол ешкімге құпия сыр емес. Ендеше ол бізді қалай жақсы көрсін, қалай жақтасын. Осы дау-таластың негізі неде? Жасыратын ештеңе жоқ. Белгілі бір топтың барын бәріміз де білеміз. Бұл топ өмір бақи билеп төстеп дегенін жасап келеді. Жаңа Ахтанов бәрімізге ақыл үйретті. Бірақ өз басындағы кемшіліктерді көрмейді. Кезінде Шаймерденовпен төбелесіп, орнынан түскенін ұмытты ма? Біз Оразаевқа араша түсіп едік, ұнамай қалдық.
Ал оның Оразаевқа жасап жүргені әділеттік пе? Ендеше ол өз қатесін неге көрмейді? Мен бұл жұмысқа қызығып, сұранып келген жоқпын. Мені Әнуәрдің өзі шақырды. Бірге жұмысты деген соң келісімімді бердім. Ал даудың сыры бәрімізге де белгілі. Дауласып, шатақ шығарып жүргендердің бәрі де одаққа өздері басшы болғысы келгендер. Оны несіне жасырамыз? Ғабиден Мұстафин. Бір коллективте, бір семьяда осындай жайсыз әңгіме туып, араларының бұзылғаны өкінішті ақ. Әдебиеттің міндетін тек жаңағыдай ұсақ түйек әңгіме, ұрыс-керістің төңірегінен іздесек, онда әдебиет міндетін қате түсінгеніміз болады. Әрине, талас тартыссыз даму жоқ, әдебиетте де солай. Пікір таласынсыз біз алға жылжи алмаймыз. Жекшілдік топ туралы қанша әңгіме болды. Ал бізге топ керек, бірақ біз 100 бойынша, облыс аймақ бойынша бөлінбей, творчестволық негізде топтасуымыз керек. Сонда ғана жұмыс өніп, жандана түспек. Ғабең жалпы денсаулығына көп көңіл бөліп, режимді қатты сақтаушы еді. Мұндай ұзақ жиындардан бойын аулақ салатын. Жазушылар одағының көптеген жиындарына қатысқанымен аяғына дейін отырмайтын. Бұл жолы да сол әдетіне басты. Осы қысқаша сөзін айтып болды да, мәжілісті өткізіп отырған месяцтен рұқсат сұрап, шаршап отырғанын айтып, бұл жиналыстан да кетіп қалды. Мұхамеджан Қаратаев. Мен жазушылар одағының жұмысына бейтарап қарай алмайым. Белгілі бір платформаға негізделген топ, жекшілдік бар деп айтуға болмайды. Мұндай әңгіме қашан да болады. Одан арыла алмаймыз. Осы айтыс-тартыстың, жанжалдың себебі неде? Осының бәрі атақ құмарлықтан туып жатқан сияқты. Атақ даңқты бөлісе алмай жатырмыз. Біразымыз жасанды, жалған атаққа ие болғымыз келеді. Міне, осындай жеңіл атақ үшін талас қашанда әдебиетке кесірін тигізеді. Қызғаныш, ұсақ күншілдік қашанда болған. Одан арыла алмай келеміз. Бірақ әдебиеттің мүддесін жоғары ұстауымыз керек. Осы жерде сол жиналыстан алған бір әсерімді айта кеткім келеді. Ақсақал жазушымыз Сәбит Мұқанов бастап барлығы Есенберлинге жабылып, романын жамандап, одан саяси қате, ұлтшылдық белгісін іздеген кезде творчестводан мүлдем аулақ, таза партиялық рухта тәрбиеленген функционер, коммунистік талаптан, партиялық бағадан басқаны мойындамайтын Асанбай Асқаровтың осы жолы Есенберлинге араша түскеніне таңым бар. Қайран қалдым. Тіпті осы жазушыларға жақын деген идеология саласын басқарып жүрген Имашевтың өзі де, идеология бөлімдерінің қызметкерлері де осы романды құбыжық көріп, ұлтшылдық іздеп жүргенде Асқаровтың араша түскеніне қалай қайран қалмассың? Кейін Асқаров туралы әртүрлі пікірлер айтылып, артынан сөзде ерді. Жаманатқа да қалды. Әсіресе оның кадрлық мәселелерді шешудегі әділетсіздігі, бір жақтылығы, жерге бөлу сияқты келеңсіз қылықтары жұрт арасында көп әңгіме болды. Бірақ Асқаров саясаттың адамы ғой. Көз ашылғалы, қолы билікке, басшылыққа жеткелі саясаттың төңірегінде келеді. Мүмкін жаңағы жұрт айтып жүрген кемшіліктері де сол саясаттың, саясатшылдықтың салдары болар. Бірақ осы жиналыста саясат көздеу жағынан ол жұрттың бәрінен де жоғары тұрды. Тіпті белгілі жазушылар Есенберлиннің шығармалары осы кезде жұрт арасына кеңінен тарай бастағанын кешірмей, оның творчествосын кеміту үшін әдебиеттегі ең бір жауапты, әрі қауіпті тақырыпты, тарихты құрбандыққа шалды. Өткен өмірімізге тарихтың бір елеулі жауапты кезеңіне саяси айып тағып, теріс баға беріп, сол арқылы Есенберлинді мұқат қылары келді. Есенберлинді кемітеміз деп шыққан тегімізге, тарихқа тіл тигізіп, отан деген қасиетті ұғымға қол жұмсадық. Ай шіркін-ай, кейде осы адам сүйер қылығымыз жоқ-ау. Ал мұның өте қауіпті екенін бүкіл тарихқа, халыққа зияны тиетінін саясатшыл Асқаров сезген еді.
жиналысты басқарушы Москвадан келген орыс азаматы Месяц қайбір қазақтың тарихын білетін адам еді. Көпшілік жарысып, жамандап жатқан соң нанып қалуы да мүмкін ғой. Ол республиканың үлкен басшыларының бірі. Ендеше бүгінгі айтылған пікірлерді қостап, тарихымыз туралы теріс көзқараста болса, бәрімізге де қиын тиері сөзсіз. Мұны басқа жұрт түсінбегенмен Асқаров түсінген еді. Жаңағыларға қосылып Асқаров бірге жамандаса, тарихқа кесірі тимей ме? Онда Месяц та осы пікірге ауысады. Онда бұл бюроның пікірі, бюроның бағыты болып табылады. Ал мұндай жағдайлар өмірімізде аз болған жоқ еді ғой. Тарихта, әдебиетте ондай бағаның зардабын шегіп, қасіретін тартқан болатын. Көпшілігіміз осыны түсінгіміз келмеді. Түсінейікші деген ниетімізде жоқ еді. Бар ойымыз қайткенде Есенберлинді қаралап, романын жамандап, жоққа шығарып, табалап кету еді.